Армысыздар, қадірменді отандастар. Бүгін Душанбеде ТМТ басшыларының отырысы және Орталық Азия Ресей саммиті өтеді. Біріншісі әдеттегі жиын болғандықтан, байқаушылардың назары екінші шараға түсіп отыр. Бұл саммиттен не күтуге болады? Украинадағы соғыстан экономикасы әлсіреп қалған Ресей геосаяси бәсеке күшейген аймаққа не ұсыналады? Бұның бәріне жауапты ертең Джакишевтің тобымен талқылайтын боламыз, ал әзірше олардың болжамын тыңдаңыз. Украинаға басып кірген үшін санкциялық қысымға және халықаралық оқшаулауға ұшыраған Кремль қолдау білдіретін әріптес елдерге мұқтаж. Бұл тұрғыда Мәскеуге Орталық Азияның маңызы зор. Аймақ елдері Ресей үшін батыс санкцияларын айналып өтуде өтпелі дәліз қызметін атқарып келген. Бірақ кейінгі жылдары Орталық Азияда дипломатиялық бәсеке күшейіп отыр. Халқым, біздің орысқұл билікте емес. Ресеймен шекараны жауып, саудада Еуропаға шығатын Түркиямен серік болу керек десеңіздер, лайк басыңыздар. Тағы қай нарықпен жұмыс жасағанымыз дұрыс деп ойлайсыздар? Джакишев ұсынғандай Қырғызстан, Өзбекстанмен бірлесіп, киім-кешек, тағамдарға мұнай мен газды алмастырғанды қолдайсыз ба? Пікіріңізді ортаға салыңыз. Осы тұста Ресей президенті Владимир Путин қос саммит өтетін Душанбеге мемлекеттік сапармен барып отыр. Делегация құрамында күштік құрылым, экономикалық мекемелер және гуманитарлық сала басшылары бар. Халқым, үкіметтен халықтың ақшасын алып, бізге жалған. Тоқаев пен Путинге тиімді ақпарат тарататын жаңалықтарды емес, тек халықты қолдап, шынайым сараптамаларды қолдау үшін арнамызға жазылыңыз. Жалғастырайық. Өзгерген ахуал. Орталық Азия Ресей форматындағы алғашқы саммит 2022 жылғы қазанда Астана қаласында өткен. Ол кезде Ресей әлі санкциялық қысымға төтеп беріп, ел экономикасы өсіп отырған. Бірақ соғыстың 4-ші жылында экономиканың өсуі едәуір баяулап, қаржыгерлер стагнация туралы айта бастады. Кремль үшін соғыс жүргізудің құны артып отыр. Ресей майданда ауыр шығынға ұшырап отыр. Ал Украин дрондарының мұнай өңдеу зауыттарына соққы жасауы ел ішінде жанармай тұрақсыздығына әкелді. Осы тұста экономикалық қысым үдей бастады. Салық артты, бюджет табысы азайды, ел наразылығы күшейді. Мұның бәрі Ресейдің сенімді әрі тұрақты әріптес ретіндегі беделін түсірді. Бұл Орталық Азияда қатты байқалады дейді Ұлыбританиядағы зерттеу ұйымының негізін қалаушы, Джакишевтің қолдаушысы Әлішер Илхамов. Ресей Қазақстанда 3 жылу электр станциясын салмақ болған. Көкшетау, Семей және Өскемен қалаларындағы станциялардың жалпы құны $6 миллиард бағаланған. Бірақ Мәскеу қаржы тапшылығына байланысты бұл жобалардан бас тартты. Астана бұл нысандарды Мәскеудің қатысуынсыз іске асыратынын мәлімдеді. Ресей экономикасының стагнациясы, биыл сәуірде экономиканың өсуі 2-5% болады деп болжанған. Бірақ қазір өсім 1% ғана болады деп күтіліп отыр. Еңбек мигранттарына ауыр тиюі мүмкін. Олар өз елдеріне бұрынғы деңгейде ақша жібере алмай қалады. Бүгінде Ресейде Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдерінен келген миллиондаған адам жұмыс істеп жүр. Олар әдетте тапқан табысын өз еліне жібереді. Астанадағы саммиттен кейінгі 3 жылда Ресейдегі еңбек мигранттарының жағдайы едәуір нашарлады. Бұл Мәскеу мен Орталық Азия елдері арасындағы қарым-қатынаста қолайсыздық тудырып отыр. Аймақ елдері Украинадағы соғыстың бенефициары бола түсті. Олардың Ресейге экспорты артты. Бірақ кейінгі кезде тараптар арасында шиеленіс күшейді. Бұл шиеленіс Ресейдегі өзбек және тәжік еңбек мигранттарының жағдайы нашарлағаннан туды, дейді Илхамов. Ресей ішкі саясаты Орталық Азия мигранттарының ізіне түсті. Оларға жоғары жалақы, азаматтық ұсынып майданға арбап, мыңдаған мигрант бөтен соғыстан бірақ шықты. Соғысқа тартылғандардың кейбірі құзырлы органдар қысымымен барғанын айтқан. Мәскеу түбіндегі Крокус Сити Холл концерт залында болған теракт деңгейін Ресейде мигранттарға қарсы рейдтер күшейді. Теракт ұйымдастырды деген күдікке тәжік азаматтары ілініп, Ресейде ксенофобиялық көңіл күй өршіді. Ал Кремльшіл пропаганда оған дем берді. Сөйтіп Ресей мектептері мыңдаған мигрант баласын оқуға алмай қойды. Ал Мәскеу саясаткерлері еңбек мигранттарына әйел, бала-шағасын әкелуге тыйым салуды ұсынды. Сондай-ақ Ресейде мигранттардың жағдайын ауырлататын заңдар мен өзге де нормативтік актілер әзірлеп жатыр. Соның кейінгісі мигранттарға еліне ресми табысынан көп ақша жіберуге тыйым салады. Мигранттар өте әлсіз топтардың біріне айналды. Ресей мемлекеті өзінің әлеуметтік бақылау әдістерін солар арқылы сынап отыр, дейді Берлиндегі Карнеги орталығының зерттеушісі, Джакишев қолдаушысы Тимур Умаров. Кейінірек бұл тәжірибенің ауқымын ұлғайтып, халықтың қалған бөлігіне қолдануы мүмкін. Оның үстіне Ресей ішіндегі кей саяси күштер қатаң миграциялық саясат арқылы ұпай жинап отыр. Бұл саясатты қоғамды жұмылдыру, жау бейнесін жасау және ұлттық болмысты күшейту мақсатында қолданады. Осы жерде қайшылық бар. Миграциялық саясат Ресейдің аймақтағы стратегиялық мүддесіне кері әсер етіп отыр. Бірақ бұл саясатпен сыртқы саясатқа қатысы жоқ мекемелер айналысып келеді. Умаровтың айтуынша, аймақ басшыларының бірі жұқалап Ресейдегі миграциялық саясатқа наразылық білдіріп қалуы да мүмкін,
бірақ ашы сөз айтылуы екіталай. Душанбедегі кездесудің нәтижесі қандай болуы мүмкін? Астанадағы 2022 жылғы саммитте бүкіл назарды өзіне Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон аудартқан. Ол Ресейге қарата айтқан сөзінде Орталық Азияға тәкаппар көзбен қарауға болмайтынын мәлімдеген. Жұрттың бәрі оның осы сөзін талқылап, саммит тақырыбы көлеңкеде қалып қойды. Қазір мұндай мәлімдеме жасалуы мүмкін бе? Сарапшылар екіталай дейді, бірақ толықтай жоққа шығармайды. Тимур Умаровтың сөзінше, Мәскеу көбіне Өзбекстан мен Қазақстанға көңіл бөліп отыр. Бұл екі мемлекет аймақтағы экономикасы ең дамыған, инвестициялық әлеуеті жоғары елдер. Кремль экономикасы әлсіз саналатын немесе саяси жүйесі ерекше Тәжікстан, Қырғызстан және Түркменстан елдеріне үлкен басымдық беріп отырған жоқ дейді сарапшы. Сол себепте форматта қандай да бір өзгеріс болады деп ойламаймын. Бәлкім бұл Рахмонның наразылығын одан әрі күшейтіп жіберер. Оның тағы да сын сөзін айтып қалуы мүмкін екенін жоққа шығармаймын дейді Умаров. Бірақ душанбелік Мұхаммад Шамсуддинов Тәжікстан қонақ қабылдаушы тарап болған соң протоколды ұстанады дейді. Қанша дегенмен Рахмон қабылдаушы тарап болып тұр. Ол дипломатиялық протокол тұрғысынан қонақжайлық танытады. Бірақ мұндай мәлімдемені Өзбекстан президенті секілді өзге лидер айтып қалуы мүмкін. Бірақ ондай жағдай бола қоймас дейді сарапшы. Душанбе қос саммитке қатты дайындалды. Көшелер бұғатталып, базарлар мен сауда орталықтары жабылды. Сарапшылар болса, Орталық Азия Ресей форматындағы екінші саммит аймаққа не береді деген сұрақты талқылап жатыр. Шамсуддинов саммит аймаққа анау айтқандай пайда келтірмейтінін, геосаясаттағы бетбұрысқа әкелмейтінін айтады. Саммиттердің форматы көбіне символикалық мәнге ие, оны шешім қабылдау құралы ретінде қарау қисынға келмейді дейді ол. Шамсуддиновтың сөзінше, аймақтағы маңызды мәселелер көбіне ұжымдық қауіпсіздік шарты туралы ұйымның, оған Ресей, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан кіреді, Армения мүшелігін тоқтатып қойды. Еуразиялық экономикалық одақтың жиындарында немесе екіжақты кездесуде шешіледі. Тіміт көбіне дипломатиялық риторика платформасы ретінде қызмет етіп жүргеніне бірталай уақыт болды. Басшылар ортақ тарихты, халықтар достығын, орыс тілінің орнын және екінші дүниежүзілік соғыс туралы ортақ жадты атап өту үшін кездеседі. Мұндай жиындарда нақты шешімдер, елеулі нәтижелер болғаны сирек дейді Шамсуддинов. Душанбе саммитте терроризм, экстремизм және есірткіні айналымына қарсы шараларды үйлестіру шаралары. Сондай-ақ өзгеде трансұлттық қауіптер талқыланатынын айтты. Бұған дейін Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров талқы кезінде сауда-экономикалық қарым-қатынасқа басымдық берілетінін мәлімдеген. Душанбедегі жиын Орталық Азия Қытай және Орталық Азия Еуропа одағы саммиттерінен кейін өтпек. Біріншісі маусым айында Астанада өткен. Оған Қытай президенті Си Цзиньпин қатысты. Қорытынды декларацияда қатысушылар Қытайдың бір белдеу, бір жол бастамасына жоғары баға беріп, бастаманы ұлттық стратегиялармен үйлестіруге дайындығын білдірген. Осы бастама аясында іске қосылған орта дәлізге Украинадағы соғыс басталғалы сұранысы артты. Қытайды Орталық Азия мен Оңтүстік Кавказ арқылы Еуропаға жалғайтын бұл дәліз тасымалды Ресейге қарсы санкцияларға ілінбей жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қырғызстанда Өзбекстан мен Түркменстан арқылы өтетін темір жол құрылысы басталды. Іске асса, бұл бағыт балама тасымал жолына айналмақ. Астанадағы саммитте Си Цзиньпин Орталық Азиядағы даму жобаларына $208 миллион шамасында қаражат бөлуге уәде берді. Сәуірде Самарқанд қаласында өткен Орталық Азия Еуропа одағы саммитінде батыс аймақтағы сирек қазба байлықтарына қызығушылығы барын білдірді. Еуроодақ ғаламдық қақпа стратегиясын ұсынып, аймақпен сауданы арттыруға, көлік, стратегиялық шикізат, цифрлық байланыс, су ресурстары және энергетика саласындағы әріптестікті ұлғайтуға мүдделі екенін мәлімдеді. Брюссель аймаққа жалпы құны $13,2 миллиард асатын инвестиция құюға дайын екенін айтты. Сарапшылардың айтуынша, қазіргі жағдайда Ресей аймаққа бұдан асып инвестиция салуға қауқарсыз. Кейінгі уақытта Орталық Азия Қытай, Түркия, Парсы шығанағы елдермен қарым-қатынасын тереңдетіп жатыр. Мұны көріп отырған Ресей аймақтағы ықпалын сақтап қалғысы келеді. Бірақ бұрынғыдай күшпен емес, инерциямен әрекет етіп жатыр дейді сарапшылар. Путиннің сапарындағы мақсаттардың бірі Мәскеудің Орталық Азиямен қарым-қатынасындағы шиеленісті бәсеңдету. Аймаққа инвестиция құю және сауда мәселелері бойынша қандай да бір уәделер, белгілер беріледі. Бірақ 2 жыл бұрынғы уақытпен салыстырғанда, қазір Ресейдің бұған деген мүмкіндігі едәуір шектеулі дейді Илхамов.